бір намазхан адамдар адамның жүзіне күліп қарап амандасады, бірақ артынан жек көретін сөздер айтып жүрсе, бұл намазхан адамдарға қандай әсер береді деп айтады. Расында да, енді бұл екіжүзділіктің белгісі, әлбетте бұны екіжүзді деп айтпаймыз, екіжүзділіктің белгісі. Енді күнәлардың ішіндегі ең ауыр күнә сол тілден келеді деп айтқанымыздай, көп адамдар шынымен ақ өзінің тілін, өзінің жаңағыдегі жүрегін ұстап тұра алмайды. Бір адамның артынан сөйлегенді, оның айыбын шұқығанды жақсы көреді. Кейбіреулер тіпті соны дін атын жамылып айтады. Мен дін бойынша сөйлеп жатырмын. Дін бойынша айтқаннан кейін сол кісінің артынан сөйлей беруіме болады. Сол кісінің жаңағыдегі сыртынан айта берсем болады деп өзіне ойлайды. Сөйтеді да жұрттың бәрін ескертіп жүрмін деп сол сөзді тасып кетеді. Сахабаларда ондай әдет болған емес. Бір адам қателессе, оны білсе білген, білмеген сұраған адамға жобасын келтіріп айтатын, оның өзінде де сол қателіктің өзін ғана айтылатын, оның бүкіл ішіндегі басқа нәрсеге қосып шатып, ғайбат қылып, қосып өзінің істемеген істеріне шейін кіріп кетуі, немесе лапыртып, көпіртіп, әдейі бір түйдіріп, жаңағы түйілдіріп айтқанды жақсы көретін азаматтар бұлар. Өзінің тіліне еге болмаған адамдар болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, қиямет қайым келген кезінде мен көрдім, Миражға шыққанда сол қиямет қайымның қандай болатын. Сол келген кезінде періштелер махшар алаңына адамдарды отты қамшылармен ұрып қуады. Сол кезде кетіп бара жатқан көштің арасында біреулер тілін салбыратып кетіп бара жатады. Анау тілінің ұзындығы артына бірнеше есе салбырап кетіп бара жатады. Сол тілді біреулер басып, мыжып жатады, біреулер үстіне құлап жатады. Осындай болып жатқан кезінде періштелер келіп қамшыларменен сабалап, махшарға қарай қуады дейді. Бұл қандай адамдар дегенде, бұл тілін тыя алмай, өсек, өтірік сөз тасуға араласқан адамдар деген екен.